Ассалаумағалейкум баршаңызға. Сіздермен сау ағза арнасы. Бүгінгі тақырып аяқты жоғары көтеріп жату. Достар, біздің каналда 80% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Аяқты күнделікті көтеріп жату арқылы қалтаңыздан ақшаңызды, қымбат уақытыңызды кетпейді. Мүмкін күнделікті 20 минут аяғыңызды көтеріп жату соншалықты пайдалы деп ойламассыз, бірақ сол 20 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің дендеуіне сақтайды десек сенесіз бе? Оны жаттығу емес, емдеу десе де болады. Себебі аяқты көтеріп жату сіздің физикалық күшті талап етпейді. Дұрысысы, оны йогаға тену керек. Мамандар оны денсаулыққа тигізер бірнеше пайдасын айтады. Сізде де мұны біліп жүріңіз. Жүректің жұмысы туралы бір сәтке болсын ойланып көрдіңіз бе? Күніне қаншама жұмыс атқарады. Бойыңыздағы қанды айдап, тырнақ ұшына дейін жетуін қамтамасыз етеді. Кейде қан айналымына өз жұмысынан жанылып, аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен денеңіз суланып, не болмаса аяғыңыз әдемі болып кетпейді. Алайда аяқтағы тамырлардың кеңеюін алдын алады. Жаттығу қалай жасалады? Шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, қабырғаға тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 20 минут ұстап тұрыңыз. Қолдарыңызды барынша еркін ұстаңыз. Басқа ешбір қимылды қайталаудың қажеті жоқ. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Бұл қалыптан шығу үшін алдымен тізеңізді көкірегіңізге қарап тартып, бүйірге қарай аунаңыз. Жаттығуды орындау үшін міндетті түрде жеңіл әрі қолайлы киім таңдаңыз. Белді қысып тұратын резеңкелі киім кимегеніңіз абзал. Мұндай киім жаттығудың пайдасын жоққа шығарады. Өйткені жаттығудың негізгі мақсаты қанның ағзада айналуын дұрыстау, ал резеңке қанның айналуына бөгет болады. Аяқты жоғары көтеріп жатудың 5 пайдасы. Біріншісі, аяқ ісінуін төмендету. Аяқ ісінуін көбінесе қан айналымынан дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне аяқты көтеріп жату жаттығуында қосу керек. Екіншісі, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың түнде аяқтары ауырады. Оларды да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 20 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшіншісі, ас қорытуды дұрыстайды. Егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзадағы жиналып қалуымен ғана күреспей, асқазанның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселеде оң шешімін табады. Ішкі ағзаңызды тазалағандықтан жүзіңізде құлпырып түседі. Төртіншісі, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшық етіне түсетін күшті басады. Бесіншісі, жан тыныштығы. Жаттығу мидың өттегімен барынша толтырып, оны тыныштандырады. Тән мен жанда тыныштық пен үйлесімділік орнайды. Жаттығуды күн сайын жасаңыз, көп өтпей-ақ жағдайыңыз жақсара түскенін байқайсыз. Ескерту: егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамағыңыз дұрыс. Мұндай кезде өзіңізге ыңғайлы болу үшін беліңізге жастық қойып жасау ұсынылады. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Егер сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушауды баса кетіңіз. Сіздің болмаша ғана оңай әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Тыңдағаныңызға рахмет. Ешқашанда ауырмаңыз.